Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша 7 сынып оқушыларына 5-6 тақырыпты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз қазақ тілі өлеңі атты тақырыппен танысамыз. Жаңа сөздер: айбынды, жауыз тағдыр, бақ, кең тілім, ұмытылды, тарады. Мәтін алды жұмыс: айтылым. Бірінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Суреттегі адамды танисың ба? Ол туралы не білесің? Оның қандай шығармаларын оқыдың? Тіл туралы қандай өлең, әндер білесің? Айтып көр. Тіл туралы қандай мақал-мәтел білесің? Жан Бекенұлы Жұмабай. 25 маусым 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданы, Сасықкөл жағасы, Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Күш кеміді, айбынды тоқылады, кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады, ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған, жүрек солғын соғады. Мағжан Жұмабаевтың қазақ тілі өлеңінен алынған үзінді. Үшінші, тіл туралы мақал-мәтелдер. Ана тілің 60 тілге татиды. Тілін білмейтіндер емес, тілін білгісі келмейтіндер мәңгүрт. Тіл мәртебесі ел мәртебесі. Тіл достықтың алтын көпірі. Тіл ұлттың сүйенетін тамыры, сыйынатын тәңірі. Халық үшін өзге тілде сөйлеу қауіпті емес, өзге тілді ойлау қауіпті. Тілі өлген ел, тірі өлген ел. Оқылым. Екінші тапсырма: суретке қара, мәтінді оқы. Мағжан Жұмабаев қазақтың ұлы ақыны. 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы, Булаев ауданы, Сасықкөл деген жерде туған. Бала кезінен өте зерек болған. Мағжан 4 жасынан хат таныған. Қызылжардағы Бегішев ашқан медреседе 5 жыл, Уфадағы Ғалия медресесінде 3 жыл оқыған. 1912 жылы Қазан қаласында Шолпан атты тұңғыш жинағы басылды. Мағжан Жұмабаев Омбыдағы мұғалімдер семинариясын бітірген соң Алаш партиясын құруға қатысты. 1938 жылы халық жауы деген жаламен жазықсыз атылды. Ол қазақ әдебиетінің тарихында өз орны бар үлкен ақын. Мағжан Батыр баян, қорқыт, ертегі атты поэмалардың және педагогика оқулығының авторы. Мағжан поэзиясында отаншылдық, ұлттық рух, патриотизм бар. Оның тілі көркем, жаңашылдығы жоғары. Жазылым. Үшінші тапсырма: мәтінге сүйеніп Мағжан кім деген сұраққа жауап бер. Ол үшін төмендегі диаграмманы толтыр. Мәтіндегі деректерді кірістіріп, ақын туралы шағын мәтін құрап жаз. Мағжан ұлы ақын, бала кезінде зерек болған, тілі көркем, жаңашылдығы жоғары, педагогика еңбегінің авторы, Алаш партиясын құруға қатысты. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы. Мағжанның атасы Жұмабай қажы, әкесі Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Анасының есімі Гүлсім. Мағжан ауыл молдасынан сауат ашып, 1905-1910 жылдары Қызылжардағы нөмір 1 мешіт жанында белгілі татар зиялысы, мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен Бегішевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. Төртінші тапсырма: ақынның суретіне қара, төмендегі тірек сөздерді қатыстырып, оның бейнесін сипаттап айт. Мағжан мейірімді және өте келбетті кісі болған. Оның келбетті екенін қою қара қасынан, қыр мұрнынан, кең маңдайы мен бұйра шашынан байқауға болады. Тыңдалым. Оқылым. 5-ші тапсырма: өлеңді тыңда, мәнерлеп оқы. Оқушылар, бізге қазақ тілі атты өлеңі берілген. Мағжан Жұмабаевтың. Жазылым тапсырмасы. 6-ші тапсырма: өлең мәтініндегі қою қаріппен жазылған сөздер дәптеріңе жаз. Олардың мағынасын қазақ тілінің түсіндірме сөзігін пайдаланып анықта. Кеміді, азайды, айбынды, ержүрек, бұғады, тығылады, солғын күш жігер, қайрат күш жігер, бақ, дәулет, ар, намыс, кен, байлық, тарап кеткен, көпшілікке жеткен, солғын, жүзінде өңі жоқ. Жазылым. 7-ші тапсырма: берілген сөздердің синоним, антонимін тауып жаз. Өткір, шешен, айбынды, айбарлы, батыр, ержүрек, күшті, мықты, қос, екеу, солғын, бәсең, бірлік, татулық, бақ, игілік, жауыз, бұзық, бағасыз, құнсыз, белгі, таңба, ұзақ, алыс, тарау, ыдырау, тарту, сыйлау. 8-ші тапсырма: айтылым тапсырмасы. Мағжан Жұмабаев өлеңінен мазмұны бағанда жазылған қай сөйлемге сәйкес келетіндігін айт.
Ана тілім, енді ұзақ уақыт жарыққа шыға алмай жатырсың, бірақ бізді өзіңнің бауырыңа тартасың, өйткені сен ең күшті тілсің. Қатал тағдыр біздегі асыл жақсы қасиеттердің барлығын жойып жоқ қылды. Тек ана тілі сен ғана қалдың. Ғылым тапсырмасы 9-шы тапсырма. Қазақ тілі өлеңін талдау үшін мынандай сұрақтарға жауап бер. Өлең не туралы? Қазақ тілі өлеңде Мағжанның ұлтжанды ұстанымы мен тарихи әлеуметтік жағдайлардың ащы шындығы, соның ішінде ұлт тілінің тағдырына қатысты шындықтың бар ақиқаты көрініп тұрғаны анық. Өкінішке орай тіл тағдырына қатысты осы айтылған шындық бүгінде өз көкейкестілігін жоғалтқан жоқ. Қазақ тілі өлеңіндегі тарап кеткен балаларды бауырыңа ақ қолыңмен тарта аларсың сен тілім деген өлең жолдарындағы ақынның гуманистік, демократтық, ұлтшыл әрі ел сүйгіштік қасиеттерін, оның нағыз ұлттық болмысын байқауымызға болады. Автор оны не үшін жазған? Жастарды елін, жерін, тілін сүйуге баулый отырып ұлтжандылыққа тәрбиелеу үшін жазылған. Автор өз ойын әсерлі жеткізу үшін қандай сөздерді қолданды? Өлеңді оқыған соң саған қандай ой келді? Мағжан поэзиясының құдіреттілігі сол, ол оқырмандарына көтеріңкі көңіл күй, бойға рух, жанға жігер береді. Өлеңдерінің құдіреттілігі сол, жастардың қанындағы ұлттық рухты күшейтеді, отаншылдық сезімін арттырады, оларды жаужүрек батырлыққа тәрбиелейді. Мағжан өлеңдері жастарды елін, жерін сүюге тәрбиелейді. Өлеңдерін жастарды тәрбиелейтін құрал ретінде пайдалану керектігі содан. Ғылым тапсырмасы 10-шы тапсырма. Жағдаят. Мағжан Жұмабаевтың қазақ тілі өлеңінің мазмұны туралы досың екеуің сөйлесіңдер. Бір-біріңнің ойларын жалғастыра отырып, автордың бұл өлеңді кімге арнап, не үшін жазғаны туралы айтыңдар. Досым, қазақ тілі өлең кімдерге арналған, не себепті жазылған деп ойлайсың? Жастарды елін, жерін, тілін сүюге баулый отырып, ұлтжандылыққа тәрбиелеу үшін деп ойлаймын. Керемет. Ал саған өлең ұнады ма? Әрине ұнады, керемет әсер алдым. 11-ші тапсырма. Оқылым жазылым өлеңді оқы. Мағжан Жұмабаевтың қазақ тілі өлеңімен салыстыр. Бұл өлең мужество деп аталады. Екі өлеңді салыстыра келе, өлең не туралы? Қазақ тілі туралы, екінші өлең орыс тілі туралы. Тілді неге теңейді? Нұрлы жұлдызға, кен және кең тілге теңейді. Аса қадірлі, өйткені ұлы деген сөзді қолданады. Мужество өлеңінде қандай ортақ ой бар? Екі өлеңде де ұлттық тілді қадірлеу, жоғалтпау, дамыту болып табылады. Қандай ерекшелігі бар? Мағжан Жұмабаевтың өлеңінде тарихпен сабақтастырады. Анна Ахматованың өлеңінде ерлікпен ұштастырады. Жазылым 12-ші тапсырма. Бұл жерде Мағжан Жұмабаев туралы. Мағжан Жұмабаев жазушы, ұлы ақын, лирик ақын, сыршыл ақын, аудармашы, ұлтшыл, эпик ақын. Оқуға өте сирек. Есте сақта, айбынды ту құлады, жауыз тағдыр бәрін жойды, бақ ар жойылды, асыл ерлер ұмтылды, бірақ кен тілім, сен бізді сақтайсың. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар.